Бұл Индираның орыс тілі пәнінен жазған шығармалары. Көз жүгіртіп оқып шығудың өзі ауыр. Алдағы өмір туралы ой толғаған ол, менің болашағым бар ма деп сұрақ қояды. Еміне шипа табылса, әлемнің түкпір-түкпірін аралап таудың саф ауасын жұтуды армандай, теңізге шомылып, коньки тепсем, шыр айналып, билесем деп тілек тілейді. Осы аурудың бәрі жеңіп шығам деп ойлаймын. Және армандаған армандарым орындалады деп ойлаймын. Соған сенемін. Жазылып кетем деген деп сенем, сондықтан ондай көп ауырам деп ойламаймын. Қауіпті дерт Индираға 8 жыл бұрын жабысқан. Әлсіздік бойын билеп, кіші дәреті бұзылған оқушыға дәрігерлер бүйрек жетіспеушілігі диагнозы қояды. Ауру асқынып 3 жыл бұрын 2 бүйрегі бірдей істен шыққан. Дәрігерлер оны аман алып қалудың жалғыз жолы ағза ауыстыру керек екенін айтады. Алайда туыстарының бүйрегі сәйкес келмейді. Ал мәйіттік донор табылмай отыр. Нұрсұлтан қаласындағы ана мен бала ғылыми ұлттық орталығында тізімде тұрған Индираға медициналық ұйым күтіңдер дегеннен басқа жауап қатпайды екен. Содан бері кезекте тұрып келе жатырмыз Астана қаласында. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. 3 ай сайын барып қанды жаңартып, солай тапсырамыз. Білмеймін, донор болады деп ол өзі үміттенді ғой енді. Мен сосын ешқандай хабар жоқ, хабар донордан хабар болмағасын, қазір настроениесі түсіп кетті. Индира өте талантты бала, алғыр, озат оқушы. Мына картиналарды қарабақ кәсіби суретші салды ма дерсіз. Әттең сыныптастармен бірге партада отырып білім алуға денсаулығы жарамайды. Индира, сен ешқашан үмітіңді үзбе. Әлі сен болашағың алда. Бірге әлі талай биік асулардан асамыз. Бірге жүріп, барлық қиыншылықтарды бірге жеңеміз. Ешқашан оңайма, барлық қиындық артта қалады. Өзіңнің үмітіңді үзбе. Болашағынан зор үміт күткен оқушымыздың күннен күнге солып бара жатқаны жүрегімізге ауыр тиеді дейді ұстаздары. Ол өте жақсы оқиды. Оның оқығанын мен оның жауаптарынан сезем. Соның ішінде өзінің тіліме, өзінің пәніме ерекше бір қабілеті бар. Сондықтан мен бұны өзімше бұл баланы ауырса да арманым бір олимпиадаға апаруым керек еді. Бір арамыздағы жүрген бір түйір қызды ауру соны ел болып, халық болып алып қалсақ, оған жаңа өмір берсек деген менің керемет бір арманым бар. Мына түтікшені Индираның бүйрегі деуге болады. Тәулігіне осы түтікше арқылы оның ағзасына 5 мәрте сұйықтық жіберіліп, сол арқылы қан тазартылады. Осы түтікше арқылы оның кіші дәретте сыртқа шығарылады. Перитониалды диализ бүйректің қызметін атқарғанымен ағзадағы пайдалы дәрумендерді де шайып жіберіп жатыр. Сондықтан тез арада ота жасатпаса болмайды. Белоруссия қаласында сондай мүмкіндік бар. Ояқта егер де сояққа кезекке тұрсақ, ота жасалады деп біз келісіп келдік. Минск қаласына бар. Бірақ бізге енді қазір осындай 60 мың евро деген көп ақша, сондай ақша болмай тұр. Сондықтан халықтан көмек сұрап, көмек сұрап тұрмыз. Өмір үшін күрескен жеткіншекке Беларусь елінің дәрігерлері бүйрек салып беруге дайын, алайда ол үшін 60 мың евро. Бұл дегеніңіз шамамен 25 миллион теңге қажет. Ауыл мектебінде мұғалім болып қызмет ететін ата-ананың қалтасы мұндай қаржыны көтермейді. Жасөспірімнің тағдырына бей-жай қарамаған жандар қазір оның еміне ептеп қаржы жинастыруда. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше қазір елімізде трансплантация күту парағында 3323 адам кезекте тұр. Соның ішінде 2909 науқастың бүйрегін ауыстыру қажет. Оның 77-сі бала. Ақтөбе облысында да ағза ауыстыруға сұраныс жоғары. Өңірде 350 адам жаңа бүйрекке зәру. Негізі бүйрек жетіспеушілік ауруларымен есепте тұрған адамдар саны одан да көп. Бірақ қазір дәл зерттеулер, тексерістердің нәтижесінде 350 адамға қазір бүйрек ауыстыру операциясы керек. 55 адамға бауыр ауыстыру операциясы керек. Және 5 адамымыз бар, бұл жүректі ауыстыруды қажет ететін адамдар.
бірақ енді біздің Ақтөбе облысында қазір мына бүйрек ауыстыру операциясы толыққанды жүріп жатыр. Бауыр ауыстыру операциясын да жасаймыз. Біздер бірлесе отырып ғылыми зерттеу институты мамандарымен бірлесіп бізде жағдай бар толық. Бірақ мәселенің барлығы қазір донордың тапшылығына келіп тіреліп отыр. Жалпы бір адамның ағзасы 4 адамның өмірін сақтап қалады дейді дәрігерлер. Дегенмен мәйіттік донор табу оңай шаруа емес. Бүйрегімен бөлісу біз үшін 5 ұйықтап тұрсақ та миымызға сыймайды. Қапыда қаза болған туысыңның бір мүшесін кесіп алып, өзгеге беруден асқан жауыздық жоқ. Ренжімеңіз. Бұл біздің менталитет. Міне қараңызшы, енді Құдай сақтасын, бір жас жігіт әсіресе жаңа мен жарақат айтып отырмын. Жүрегін туыстары берсе, сол жүрек бөтен кісінің төсіне барады, төс қуысына. Сонда туыстары барып, ана тыңдауға жағдайы бар. Мен баламның, інімнің, бауырымның жүрегі қалай сау батыр деп. Білдіңіз ба? Сонда ана кеткен адам тірі болып сезіледі ғой. Соған жетуіміз керек. Оған біз жете алмаймыз бұны таңда. Енді сен берме деп біз айта алмаймыз. Не болса да жақын жоғалту оңай емес. Құдай сақтасын. Бірақ болған жағдай болды мысалы. Вот неге о дүниеге мүшесі түгел бару керек адам. Жарақаттан кейін жаңағы сот сараптамасы дейтін бар. Адам сояды, ішіндегі бүкіл органдарды турайды, андай флаконға салып, неге зерттеуге жібереді, бітті. Ешқандай сау мүше бармайды о дүниеге. Бұған дейін халықтың денсаулығы және халықтық денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске сәйкес Қазақстанда келісім беру презумпциясы болды. Құжатта адам көз тірісінде ағзасын алуға келіспейтінін ресми жазбаша түрде қалдырмаса, онда келісімін берді деп топшыланады делінген. Қазір бізде кодекстің, денсаулық сақтау саласындағы кодекске өзгерістер енгізуге үлкен шаралар жүргізіп жатыр. Оның ішінде үлкен бір бағыт осы трансплантация мәселесін шешу бойынша презумпция донорства дейтін бар. Егер адам өзі көзі тірі кезінде донор болудан бас тартам деген өзі жаңағы қағаз қалдырмаса, ресми түрде құжаттарға қол қоймаған болса, ол егер кенеттен көз жұмып жатса, онда біздің дәрігерлер ол тума-туыстардан рұқсат сұрамай-ақ жаңағыдай мүшені алып ауыстыру операциясын жасайды деген өзгерістер. Осындай презумпция донорства дейтін. Белоруссияда алысқа кететін жоқ. Біздің осы бұрынғы бір одақтар ішінде болған елде қазір бар. Соның әсерінен ол елде трансплантация өте кең көлемде тарап, жақсы жүріп жатыр. Шын мәнінде кодекске егер өзгеріс енгізілмейтін болса, қазіргідей редакцияда мына трансплантация мәселесінің осы саланың дамуыны тағы да үлкен тежеу қойылады. Алайда отандық дәрігерлер марқұмның жақындарының алдынан өтпей ішкі ағзаларын пайдалануға жүрексінеді. Оған себеп те жоқ емес. Естеріңізде болса, 2017 жылы дене жарақатынан мерт болған жігіттің қос бүйрегін мұқтаж науқастарға салған ақ халаттылардың басы дауға қалған еді. Біздің дәрігерлер айтқанда қазір қорқады. Өйткені сотқа шейін берді тума-туыстары, әртүрлі ой пікірлер айтты, негізсіз мүшені сатты деген сияқты. Ешқандай дәлел жоқ. Дәрігерлерде енді ондай жаңағыдай қадамға барады дегенге мен сенбеймін. Өйткені ол енді өмір, адамның өмірі ғой. Ал әлемнің бірқатар елдерінде ағза трансплантациясы заңмен реттеліп бір жолға қойылған. Мәселен, ақш-та кез келген адам ерікті түрде донор атаналады. Бұған қоса олардың жүргізушілік куәлігінде трансплантацияға келісім бергені немесе бас тартқандығы жайында ақпарат болады. Испания, Австрия, Бельгия сынды мемлекеттерде келісім беру презумпциясы қолданылады. Орган табу қиын, донор жоқ, сондықтан министрлік не болса да квота беру керек. Мен өз ойым олдыке. Ал енді туыстары қатысу керек. Енді бәрімізде бала-шағамыз бар ғой, жақындарымыз бар. Сол бір әулеттің ауызбіршілігі бір-біріне көмек беру, қол ұшын беру деген сөз ғой. Мен сондай өз ойым ғой, тек қана өз пікірім. Ал жаңа айтқан сөз, 16-тағы бала етін бір жапырақ бала ғой, нәрестеге қарағанда. Ол ертең өліп қалады, мысалы. Орган алмаспаса. Оған енді жан алып қалу үшін министрлік
квота беру керек. Мамандардың пайымдауынша, трансплантация мәселесінің тек 25-30% ғана медицина шеше алады, ал қалғаны қоғам мен заңға, азаматтардың жеке ұстанымы мен діни көзқарастарына тәуелді. Осы ретте қала тұрғындарының пікіріне құлақ асып көрдік. Бірталай адамдардың есін өмірін сақтап қалатын. Бізге мысалы қоғамға ол керек нәрсе деп мен санаймын өзім. Мысалы, өзіңіз келісім берер ме? Егер керек берем, бірақ бүкіл мысалы мүшелерім жақсы болса. Көзқарасым жалпы жаман емес, потому что если человек болеет, дает возможность тому, то, что человек выжит қалатыны. И чем жерге көрге жатқанша, шығып кеткенше, лучше адам өмір сүруіне көмек беретін сияқты, менің ойымша. Сіз өзіңіз мысалы келісім берер ме? Өзім ба? Білмеймін. Айта алмаймын. Если мен будущий өмір сүрмейтін болсам, менің органдарым пайда асатын болса, береміз. Жалпы мен қарсымын, өзім жеке. Себебі бұндай дін жағынан емес, жалпы өзім қалай келдің, солай кету керек деген сияқты ғой. Египетте мынандай закон бар ғой, если ана өлген адам өзінде органдар сау болса, соны беріп кетуге болады деген. Қазақстанда сондай болса жақсы болар еді, себебі деген қазір деген көптеген адамдар бар, что керек адамдар, ал өлген адамға почему орган көп керек емес қой, лучше деген сөйтіп бергенде кішкене адам өмірі кішкене сақталатын еді. Ал донор болу мәселесіне қатысты асыл дініміз не дейді? Қалалық мешіттің бас имамы Амантай Садиевтің айтуынша, адамның жанын сақтау, денсаулығын қадірлеу ислам дініне бет бұрған пенденің ең ұлы құндылықтарының бірі. Бұның өзінің шарттары бар. Қайтқан кісінің біріншісі шарты мемлекет тарапынан қайтқан кісінің ағзасын мұқтаж, денсаулығы нашар мұқтаж адамға салуға болады деген мемлекет тарапынан негізі бекітілу керек. Бірінші шарты. Екінші шарты қайтқан кісінің ақыл есі дұрыс кезінде, тірі кезінде мен дүниеден өткеннен кейін менің бөтекемді, бауырымды мұқтаж, дені саулығы өте нашар мұқтаж адамға беруге беріңдер деген өзінің қолхаты болса. Екінші мәселе. Үшінші мәселе, қайтқан жағдайда қайтқан кісінің яғни тума туысқандары бұл кісінің керекті денесіндегі керекті ағзаны мұқтаж жанға беруге біз қарсылығымыз жоқ деген қолхаты болу керек. Осы үш мәселе. Шариғатта ағзаны сатып пайда табуға қатаң тыйым салынған. Адам ағзасы қайырымдылық мақсатында берілу керек. Дей тұрғанмен қоғамда дене мүшесін саудаға салушылар да жоқ емес. Бейресми деректерге сенсек, бүйректің құны шамамен $50,000. Бауырдың да бағасы сондай, ал жүрек 3 есе қымбат, $150,000 ақш. Өкпенің қара нарықтағы құны $70,000 айналасында екен. Ағзаны сатуға қатаң тыйым салынады. Бөтекесін $10,000 сатамыз, немесе несінің жүрегін $5,000 сатамыз деп ағзаны баға қою қатаң тыйым салынады. Олай болмайды. Екінші шарты трансплантация дейді ғой. Енді трансплантация қазақшаға оны аударған кезде бір ағзаны екінші бір денеге орнату деген мағына шығады. Сол трансплантацияны жасайтын кезде қайтқан кісінің денесі, жаны денесінен шықпай тұрып, бірінші андай комада жатса, немесе денесі жүрегі соғып тұрып, миы іске аспай қалып, реанимацияда жатса, сондай денесі әлі жаны шықпаған халде ағзаны ауыстыруға қатаң тыйым салынады. Үшінші мәселе, оның ағзасын қинамай, немесе ағзаларының көп заттары бар екен ғой деп кез келген қайтқан кісіні қорлауға болмайды. Төртінші мәселе, соны ауыстыратын арнайы мекемеде жасау. Және оған 4 адам куә болу. 4 ғалым, сол медицина дәрігерлердің тұжырымдамасы анық бекітілуі. Күту парағы. Қарап отырсақ, қаншама адамның тағдыры, біздің кейіпкеріміз Индира сынды қаншама талантты жастың өмірі осы бір жапырақ қағазға байлаулы. Олар күтуде. Өміріне араша олар ғажайыпты күтуде. Әттең, донор қай кезде болады, операция қашан жасалады, ол бір Аллаға ғана аян.